емес, ол қамқор болу керек. Полиция халықтың қамқоры болу керек, қамаушы емес. Ол Жамантастан тұрғанға 20 жылдан асып кетті. Бірақ осы егеменді алғалы бері осы облыстық департамент бастығы келіп, осындай халықтың кездескені көрген емеспін мен. Сізге келгеніңізге көп рахмет. Бір проблеманы айтайын деп отырмын. Мынау қаланың ішінде, көшенің бойында жүрген малдар, сиыр жылқылар. Осыған көңіл бөлсеңіздер. Енді аға, ол мал кімнің малы? Ол осы жерде отырған азаматтардың малы. Әрбір азамат өзінің малына еге болу керек, біріншіден. Ол көшеде жүргені былай тұрсын, мал ұрлығы қазір өршіп тұр. Неге дейсіз ғой? Ең басты мал ұрлығының мәселесі, ол малға егесінің қарамау. Кеңес үкіметі уақытында ауданда осы масан үйде болғанда уақытша арналған қамаулардың орын болады, яғни өткізілген деген. Ал қазіргі уақытта ол нәрсе жоқ. Бұл нәрсені неге көтеріп отырмын? Себебі расымен де көптеген қылмыс адамдардың масан үйде болған кезде болады. Жаңағы уақытша ұстау изоляторы бойынша қарап көрейік. Егер ол мынау материалдық техникалық жағынан жасауға тұратындай зат болса, оны жасап беруге қолымыздан келгенше шешіп беруге. Жеке кәсіпкерлер, жеке азаматтар аудан орталығына, облыс орталығына, Қырғызстанға, Алматыға жетіп тұтасын. Кустан артқа асылмаңдар, кусты тоғып басылады, қоғаларға 45-50 жылға кетеді дейді. Осы мәселені шеше алмай келатырмыз. Оны түбіріне қарау керек те, оған не себеп болып тұрған? Себеп болып тұрған анау жаңағы тұз кенін өндіріп отырған компания. Сол компания сол жерде мысалы кез келген көлікке өзінің нормасынан артық тұзды салмаса, олар жол алып кетпейді ғой. Есепке қоюға мобильдермен сөндірілді. Біздің мына халыққа бізбен көрсету орталығы бар. Содан өткізуге, істеуге болмаса мүмкіндік бар ма? Арнайы мынау халыққа қызмет көрсету орталықтары бар. Бұл қызметті сол кісілер қазір атқарады. 5 мектепке 5 инспектор. Я көзге біреу, Ақтау болды. Және жаңа мен айтқан Байқатан, Сарысу, Игін, Жарима сияқты бір институттерден штат аспектент деген қосайсыз болады. Кадр басқармасы барғаннан кейін тағы да Панор положительсында қарап шығыңыздар. Мына ауданға қосымша ювеналдық полиция инспекторларын Панор положительсы қанша керек, сонша қосып береді. Келістік па? Ол мәселе шешіп бере ма? Рахмет. Бізді бүгін келіп халықпен кездесіп арасында осындай мәнді мағыналы әңгімелерге көп рахмет.